Көптің көзінде жүрген кезекті бойдақ жігіт енді жалғыз емес, ол Рензал Асқар Ахмет. Әнші жаңа жылдың алдында сүйіктісімен мынадай видеолар жүктей бастаған еді. Ал таныс болыңыздар. Барлығыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Асқар және менің әйелім Майя. Асқар мен әйелін осыдан 1,5 жыл бұрын екеуінің достары таныстырған, бірақ ару әншіге бір көргеннен ұнай қоймаған. Кейде адамға қарайсың да, бірден ұнатып қаласың. Бұл жолы ондай болған жоқ. Яғни Майяны бірінші рет көрген кезде ондай бірден қатты ұнатып, жақсы көріп қалып, ондай ештеңе болған жоқ. Ал Майя Асқар Ахметтің жақсы қасиеттерін бірден байқапты. Асқарды бірінші көргеннен қатты воспитанный адам екені көрінді маған. И сөйлеген кезде сөз баптауы, өзінің ойын жеткізуі. Қазір әнші басқаларды байқамайды. Сөйтіп, әлемдегі ең әдемі қыз болып көріне бастады маған. Медициналық колледжде мұғалім қызметін атқаратын Майяға романтик жігіт күтпеген жерден қарапайым ғана ұсыныс жасаған. Танысамыз, ата-анасымен өйстіп барамыз деп келісіп алдық та, предложение жасап үлгерген де жоқтым ол кезде. Сөйтіп енді уақыт қыз болып қалды. Сөйтіп жай бір ресторанға барып, екеуміз де тамақ жегенді жақсы көреміз, қатты. Дәмді тамақ жегенді жақсы көреміз. Мүмкін сол үшін де бір-біріміздің махаббатымыз сондай бір-бірімізге берік те. Сөйтіп 18 желтоқсан күні қыздың туған жері Жетісайға барып, құлағына сырға салып қайтты. Ата-анам сұрады, қалайсыңдар ма, той жасап берейік па деп. Біз өзіміз бас тарттық, той керек емес деп. Біз онанша барып шетелге демалып келеміз ұзағынан. Ақырындап Майя жұлдызды отбасына үйренуде, ал әртістің жанкүйерлері ол үшін қиындық тудырмаған да сияқты. Айтпақшы, Ринго Ворлдта үйленуге болмайтындығы жайлы келісім шарт бар еді ғой. Ол не болды? Продюсерлік орталығымызда андай қағаз жүзіне қарағанда адами қарым-қатынас жақсырақ дамыған. Бұрыннан бері таниды, менің қызым екенін біледі. Қарсысы болмады. Сонымен бақытты болыңыздар, тезірек басқа да қуанышты жаңалықтармен бөлісесіздер деген ойдамыз.